Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ең жұмсақ, нәзік пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керегі үлкен ас қасықпен ашытқы. Одан кейін бізге керегі қант. Одан кейін бізге осындай қасықпен тұз, барлығы осы видеодағыдай болу керек. Одан кейін осындай жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Және де бізге керегі 2 ас қасықпен осылай ұн саламыз. Себебі мына қамырымыздың ашытқысы ашу керек. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа ашығанша қойып қоямыз. Мінекей бізде осындай болып ашыды. Енді осының үстіне ерітілген сарымайымызды саламыз және де ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Егер де сіздердің қамырларыңыз сұйық болып кетсе, тағы да ұн салуларыңызға болады. Енді осы қамырымызды 20 минутқа ашығанша қойып қоямыз. Енді салмасына бізге осындай езілген картошка және де дәміне қарай тұз, бұрыш саласыздар. Және туралған жуамызды алып, майға қуырып алатын боламыз. Және оны да осы картошканың үстіне салып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді осындай бізде салма дайын болды. Мінекей біздің қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымызды кішкентай қылып, осындай бөліктерге бөлеміз. Осылай бөліп, қолымыздың көмегімен салмамызды салып, осылай жан-жақтарын барлығын бүктеп, осылай пирожки жасайтын боламыз. Бұл жерде ешқандай сізге керек емес, ұнның қажеті жоқ, майдың да қажеті жоқ. Осындай нәзік бізде жұмсақ қамыр дайын болады. Мінекей бізде осындай пирожки шықты. Енді осыны қызып тұрған майымызға салып, жақсылап аударып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирожкиміз де дайын болды. Осы рецепт бойынша пісіріп көрулеріңізге кеңес беремін. Өте жұмсақ, өте нәзік, жұмсақ болып піседі. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.